Талдықорғанда екі питбуль 7 жасар баланы талап өлтірген. Қайғылы оқиға 6 қараша күні Талдықорғанның саяжай алқабында орын алған. Ит талаған бала ауыр күйде ауруханаға жеткізілген. Болған оқиғаның жалғыз куәгері Самғат Маратұлы есімді азаматтың айтуы бойынша, екі ит көшеде ойнап жүрген 7 жасар баланы талап тастаған. Самғат екі иттің өз ауласында бос жүргенін айтқан. Олар сол мезетте тысқа шыққан 7 жасар марғұланға бірден бас салған көрінеді. Осындай сұмдық оқиғаға куәгер болған азамат былай дейді: итім үріп кетті. Далаға жүгіріп шықсам, жолда баланы екі ит талап жатыр екен. Біреу аяқ жағынан, екіншісі басын тістеп жұлмалап жатты. Үйден қолыма түскен темірді алып иттерді ұра бастадым. Әрең дегенде бір ит кетті, ал екіншісі оның артынан жүгірді, деді ол. Одан бөлек куәгер баладан үйге кіруін сұрағанын айтты. Ол баланың бетіне қарау мүмкін емес болғанын және бірден жедел жәрдем шақырғанын жеткізді. Оның сөзінше жедел жәрдем 15 минутқа жетпей тез келген. Бірақ өкінішке орай, дәрігерлер баланың өмірін құтқара алмады. Бірнеше сағаттан кейін ол жан сақтау бөлімінде көз жұмған. Ал тұңғышынан айырылған Сымбат Шектібаев иттердің иесін жазаға тартуды сұрады. Сондай-ақ бұл саяжайдағы питбульдардың иесі қалада тұратынын, ал иттерге мұнда ешқандай жағдай жасалмайтынын айтқан. Ал иттердің қожайыны Әділжан Оңғарбаевтың айтуынша, оқиға болған күні қалада болмаған. Болған жайтты иттердің қожайыны телефон арқылы естіген екен. Ер адамның айтуынша, оның питбульдері асырап жүргеніне 4 жыл болыпты. Бірақ құжаттары жоқ екен. Ол иттердің сатуы үшін емес, үй күзетіне пайдаланған. Қайғылы оқиғадан кейін ер адам иттерін атып тастады. Болған жағдай үшін заң алдында жауап беруге дайын екенін айтып, барша халықтан және қаза болған кішкентай бүлдіршіннің отбасынан кешірім сұрады. Қазіргі таңда бұл іс бойынша қылмыстық кодекстің 104 бабы абайсызда кісі өлтіру бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Тергеушілердің нұсқасы бойынша қожайындары үйде болмаған кезде иттер далаға шығып кетіп, қорғаусыз балаға тап берген. Облыстық полиция департаментінің өкілдерінің айтуы бойынша, ер адам 3 жылға дейін түрмеге отыруы мүмкін.